Өмірге келе салысым мен жақсылық деген атты еленіппін. Дүние есігін ашқан сәтімде мені алғашқы болып қолына алған жолаушы қария осылай атапты. Қазір балам шыдайдыр. Өмірдің үздіксіз жалғасып жататынына куә болғандай, көңілі толқыған қария бұны жақсылықтың нышанына балатты. Содан бері мен де есіміме сай елге қуаныш сыйлауға тырысумен келем. Ал қане, кірсейік. Тегістік, сайлау. 1962 жыл. Сайлау. Mına şapansın kaysındakini bilirsin. Sana armaya gel. Айбек! Ben baltı bilmeydim koy. Sandıkaş, kaçtı beken. Ben baltı bilmeydim koy. Kaçtı beken. Ağayım, karınlar, kömek etsinler. Balalar, kömek etsinler. Boltaylar şöyle. Boltaylar, balalar. Sandıkaş, canım benim. Bana anahtarım. Қолыңызды беріңіз. Қолыңызды. Сандуғаш. Тұр. Рахмет. Sandıgaş, canım. Кетчей. Неменеге қашып кеттің? Ол кісі дүкеніміздің сатушысы. Бізге тегін кәмпит беретін еді ғой. Құтқарып алып безіп кеткенің қалай? Сайтан. Ай. Өзен. Мені өсірген өзен. Ауылда күнде таңертең шомылу ішем. Суға бірден сүңгіп кетемін де, қалқыдай су бетіне жеңіл болып шыға келем. Су ішінде тіпті құлынды да көтеріп кететінмін. Өйткені ол да қалқы сияқты. Салмағы мүлде білінбейтін. Бірде әжем құлын көтергенімді көріп қойды.
туысқан жоқ. Ей, таста қолды аспа. Бергел бері. Тек жанынан артық көретін құлыншағының, яғни менің амандығымды тілеп, қолымды жетелеп алып кетті. О, мынау Фонтан Треви ғой. Сәлем қызым, я дұрыс айтасың. Бұл Римнің ең көрікті жері. Мұнда адамдар ағылып келеді екен. Міне, мен де Италияның қақ Мама, жүрегінде серуен мынаны ететін қараңыз. арманым жоқ. Мұнда айдай сұлу итальяндық арулардың маған көзі түскен сияқты. Ал мен көрікті жігіттер көп екенін көріп тұрмын. Бірақ саған тең келмейді. Рахмет. Мен де барсам ғой. Әйтеуір үйде отырмаудың амалы. Сендер немене ұрысып жатырсыңдар ма? Саған қызығып біздің де барғымыз келіп кетті. Әкеге сыйлық таптың ба? Иә, тапқан сияқтымын. Міне қараңдар, тура осының биіктігі 1 метр болатындай көшірмесін жасатсам деймін. Немесе дайын сатып аламын. Оны қайтесің? Тура әкемді көрген деймін. Естеріңде ме? Бала кезінде талай жалаң аяқ жүгіріп жүр. Табанына тікен кіргенін айтқан. Тура мына бола, спинарио сияқты. Қандай керемет. Сонда әкеге мерейтойында осы баланы сыйлайсың ба? Сенің ойлап таппайтының жоқ. Не деген сүйкімді әке? Тағы бір рет көрсетші. Мен қарсымын. Жарайды, менің телефоным қуаты таусылып барады. Кейінірек хабарласам. Чао, папа. Жақсы. Не болды жаңа айтты ғой? Мә. Ой Алла, бергенін қарашы дейді. Ассалаумағалейкум. Ей, не болып қалды? Не ағып жылап отырсың? Атың кім? Болды, жылама. Не, биеңді ұтқыздың ба? Үй, түк етпейді, ертең түйе ұтасың. Сен әлі кішкентайсың ғой. Ертең ақ бәрін жеңетін боласың. Болды, тұр. Бәрі жақсы болады, тұр. Жақсылық, ана жақта әпкең жылап жатыр. Солай ғой. О, кілем палуандар жинап алыпсыңдар ғой. Ассалаумағалейкум. Сәке қалайсыз? Жәке амансыз ба? Қалай амансыздар ма? Кедеңді, аяқ киімді шеш, тез дайындалыңдар. Кәне қайсың шығасыңдар ай? Ортаға Бол шық. тез. Бастай беріңдер. Қане. Бәрекелді. Қане. Бәлі. Белдесіңдер. Дұрыстап белдесіңдер. Кіресіңдер, бар күштеріңді салыңдар. Алтын, қайдасың? Алтын, не болды? Кім ренжітті сені? Айт деймін, кім тиіскенін? Ешкім тиіспеді. Кім тиісті? Қайсар. Өлтірем оны. Сен не, Қайсарды білмейсің бе? Ол атақты сотқар. Бір сыныпта 2 немесе одан да көп жыл оқыған. Парша-паршаң шығарады ғой. Ол саған не істеді? Жақсылық. Болды. Жүр. Тиіскені сол. Одан басқа не керек? Қыз үшін төбелесі деген жүр дедім ғой. Не, қорқасың ба? Несіне қорқам, төбелесетін мен емес сен ғой. Жақсылық. Жақсылық, тоқта. Ұста. Жігіттер, оның қош. Жігіттер. Қараса, қайдан алдың не? Байқаған шасыңдар. Қайсар! Қайсар, саған әтеттен тұр. Маған әттің не? Естіңдер ма? Жүр, шық жекпе-жекке. Нан, дәм тартқысы кеп тұр ғой жем.
Маңқа, бірінге деген кеп тұр ма? Кім маңқа? Жүр, болды, шық. Маған қара, жүрсең жүр, мұрын бет қылайын сен. Көреміз кімнің орны бет болатын. Жүр тез. Кетшей. Тұр. Мен сені бокстасуға не үшін үйреттім? Жұрттың бәрімен төбелесу үшін үйреттім бе? Бітті. Саған енді дәріс бермеймін. Спорт залға келмей-ақ қой. Қолбақ та бермеймін. Сен маған рахмет айт. Ата-анаңдан ау мектепке шақыртпағаныма. Қане, менің көзімше татуласыңдар. Бол. Ендігәрі ешқандай төбелесті көрмейтін болайын. Барыңдар. Міне, бәрін көшірдім. Енді өзіңіз шығарып, достарыңызға сыйласаңыз да болады. Боксты тастағаныңыз өкінішті. Жақында бір бокс жайлы фильм көрдім. Не деген керемет. Төбелескенде соққысының өзі қандай әсерлі. Қарсыласының сілекейін оңға, солға, қанында шашыратады. Ал сіз өзіңіздің күресіңізде не таптыңыз? Сол классикаңызда жөні түзу, тәсіл де жоқ. Не лақтыруға да болмайды, не аяғынан ұстай алмайсың. Бір-бірлеріңізді итересіздер де жүресіздер. Болды. Сен классикадан не білесің? Сол үшін ғой енді сіз жайлы ештеңе жазбайтыны да, кино түсірмейтіні де. Біле білсең, менің күресім грек Рим күресі деп бекер айтылмаған. Олимп құдайлары күрескен. Ол ең таза және әділ күрес. Ал енді сенің айтқаныңа келсек, кезінде жазған. Жазғанда қандай? Атымызды аспанға бірақ шығарған. Себебі біз жеңімпаз атандық. Кеңес одағымен бірге құрдымға кетті ғой. Қазір айттың не, айтпадың не, бәрібір. Қазақша айтқанда, болар іс болды, бояу сіңді. Бар жапқыш екеш. Ол чемпиондығыңыз туралы бірде-бір рет айтпадыңыз ғой? Ал қалай екен чемпион болған деген? Оп-оңай. Мен бала кезімнен чемпион болғам. Рас айтам. Бәрі чемпион болғысы келеді. Тіпті мен де чемпион болғым келеді. Мен шөп шабудан алдыма жан салмайым. Неге күлесің? Мен өзіміздің ғана жоңышқан емес, көрші шалдардың да жоңышқаларын орып беретім. Әкеме көптің бір емес екенді дәлелдеу үшін істейтін. Самауыр сақылдап қайнап тұр. Бүгін бір мейрам ба десем айтады. Үйге келсем, қатыным арқа-жарқа. Саған не болды десем, ана жақсылықты көрмейсің бе дейді. Шөптің бәрін жинап, тап-тұйнақтай қылып қойды дейді. Осы бала бар ғой, өте пысық. Адамға деген ілтипаты сондай жақсы, адамның жүрегі жылып кетеді. Жақсы тәрбиелеген екенсіз, Батима. Рахмет сізге. Сіздің тәрбиеңіз ғой. Дұрыс айтасыз. Құлыным сондай бәрін жөнімен жасағанды жақсы көреді. Шашылып атқан нәрсе болса жинап, теріп, айналасын мұнтаздай қылып орын-орнына қойып жүреді ғой. Әне, келін бауырсаға келді ғой, ауыз Тұңғыш баланы салт бойынша кемпір-шал бауырына басады. Мені де жұрт әжемнің баласы көретін. Сондықтан мен әжемді апа деп кеткен. Бұл әкеме ұнамайтын.
Бірақ анасына қарсы шығар қауқар қайда. Ол кісі маған ешбір жанды, тіпті әкемді де жуытпайтын. Мұны мен кейін түсіндім. Ассаламалейкум, жеке. Алейкум сәлем. Не болып қалды? Жүр. Ассаламағалейкум. Ассаламағалейкум, аға. Көрсетіңдер. Бұған не болған? Қожайынның айтуы бойынша аяқ астынан жүдеп кетіпті. Қабырғасы ырсиып, омыртқасы көрінік аз қапты. Ол аздай оңбай құлап аяғын жаралап алыпты. Аш, көрейін. Ей, байқұсым ай, көрсетші ғане. Жә, қорқпа. Сүйегің сау екен. Еште кетпейді. Ал осынша жүдегенің бекер болған. Ішек құртын түсіретін дәрі беріңдер. Жарасын жуыңдар. Жақсы. Ал, сау, кет. Сосын бәріне хабарлаңдар, бүгіннен бастап карантин. Аттың жайы не болады? Өліп қала ма? Жоқ, өлмейді. Күресеміз әлі. Өмір үшін талмай күресу керек. Қазіргі жастар екеуден артық көтермейді. Көп балалылар қазір некен саяқ. Ал менің әжем Бәтима 15 құрсақ көтерген. 14-і шетінеп кеткен. Біреуі ғана тірі қалған. Ол менің әкем. Үшкетпер. Неткен сұмдық. Мамам айтқанда сенбебем. Бұл дегеніңіз ауыр соққы ғой. Мәселе сонда. Әкемнің тірі қалғаны, тәтелерім әлде қашан ұмыт болған көне ырымды еске алып, зұлымдықты аластайтын дала ғұрпын қайта жаңғыртты. Burada kalın canım. Ey yayın Allah. Allah sağ olasın. Жаратқанем, кемшілігімнен берем бұл жаным. Сәбилер мен аналарды жебеуші Умай анаға сыйынып, одан медет тіледі. Жаратқанем, түйіншегін шеше көр. Күнәсі болса, кешіре көр. Отана, майына, жарылқай көр, жарылқай көр. Түйіншегін шеше көр, жарылқай көр. Түйіншегін шеше көр. Күнәсі болса, кешіре көр. Жаратқан ем, жаратқан ем. Кел, бисмилла. Бисмилла. Dur, aynalayın, aynalayın.
Ya Allah. Ya Allah. Şurada. Köşürüm. Şurada canım, şurada. Kırkınan çıgaratın günü avulдың sıylı karyaları balanın janazasını çıkarganday үйümüzge жиналды. Албасының көзін алдап, нәрестені кебінге орағандай, кезекпен шапандардың етегіне орап алды. Bismillahirrahmanirrahim. Gözünü saktay gör. Baktı ol. Sodan keyin barıp, neresteni Salikalı 3 köp balalarının koluna verdi. Onlar onu butunun arasından ötküzüp, dünyege kayta keltirgendey, üçöğü de balaga ömür bergendey oldu. Sodan soň onu tuzun ayamay salgan sumen jugundurdu. Kudaydyň kudreti äkem oslay tiri kaldı. Әкемнің елден ерек Үшкепір деген атының сыры осында жатыр. Ол өз анасынан басқа тағы 3 ананың перзенті. Сөйтіп әжем ақыры тілеуіне жетіп ажалды жеңді. Мендегі ерік жігер сол кісіден алған. Қолында бұлғаған жоқ. Несі кетереді? Сонда өкпелегенім сонша жылауға шақ қалдым. Өзгелерге жасалған қошемет онда қисап жоқ. Ол аздай тағы бір оқиға болды. Сол баяғы сайлау құрып кеткен. Жақсылық, жіберші. Жақсылық, бүгін әкем туған күн еді. Құрет болса да қуантуың керек. Отыршы. Сайлау не істегені сенің? Жақсылық, кешірші. Қазір бәрін түсіндірем. Жәке, ұтылдыңыз ба? Маған асфальт бересің де. Мен қағалымын. Отылғаныңа бері берем.
ендігері сенің ондай мейірбандығың туралы естімейтін болайын. Әлде сені сайлаудың қалай жеңгенін ешкім сезбейді ғой деймісің? Барып тұрғаннан жай кесің. Мені жерге қараттың. Ақсақал, соны Шөкең айтудың не керегі бар? Сол айтамын да, түкке тұрмайтын нәрсені шулатып қажет не? Жорта жеңілгені әділдікке жатпайды. Әділдік емес. Ой, сайлау оны аяғынан шалып қойып. Жақтың өтірік үйінген. Бәрін де көрдіңдір ғой. Әкел шақшан. Жоқ. Түкке тұрмайтын нәрсе дейсің. Жақ оны үнемі жеңген, жаңа жеңетті. Ал сен менен бәстескен кезде үнемі жеңілетін боласың. Әкел шақшаны. Өмірінде бірінші бір рет шақшасыз қызмет қалаш тауласуын. Мә, шақшағының екке сараңын да олай, я? Кім? Күрес алмайтының бар, күреспе. Бойың бір тұтам, сенен қандай чемпион шығады? Түріне қарамай чемпион болам дейді ғой. Еншір неме. Мұндай олдан қыз артық. Бар жұмыс істе. Бәлкім бұл жайттерің өсер. Көңілшектігіңе олайын. Мына түріңмен алысқа бармассың. Өзеннің тағы бір қасиеті мені сабырға да үйретті, өкпемді де жетілдірді. Мен бір күні бәстесіп, ең мықты жүзгішіміз Жолдасты жар суға шақырдым. Жолдас, бәстесесің бе? Жақсылық арғы бетке жүзіп өте алады. Кел бәстесейік, кел. Дәл суға түсер кезде ол айнып шыға келді. Әуелде мен шынымен қорқып қалдыма деп таң қалдым. Артынан түсіндім. Су көтерілген екен. Мұздай суық. Сіңірім тартылып қалмаса болды.
Сол кезде көзім жетті. Білегі мықты емес, жігері мықты жеңіске жетеді екен. Әкем мені Алматыға оқуға апармақшы болды. Сол жақтағы туыстар көмектеседі деп үміттенген еді. Бірақ өзі аяқ астынан ауырып жатып қалды. Адамның емес, Алланың айтқаны болады деген рас екен. Сенмен бірге бара алмайтын түрім бар. Семейге бар. Ол жерде зәбет бар. Соған тура түсесің. Естуімше, ана сайлау досыңда сол жерге баратын көрінеді. Ол сен сияқты емес. Ұсақ жігіт. Жүреді екен. Семейге түсем. Жолыңнан қалма. Тыңдаңыздар. Бірінші жылдан Ташкент-Новосибирск пойызы жүргелі тұр. Шығарып салушылар вагоннан шығуларыңызды сұраймыз. Қайталаймын. Шығарып салушылар вагоннан шығуларыңызды сұраймыз. Бірінші жолдан Ташкент-Новосибирск пойызы жүргелі тұр. Шығарып салушылар вагоннан шығуларыңызды сұраймыз. Вагонның номерлері пойыздың бас жағынан басталады. Сәт сапар тілейміз. Жолдарыңыз жас еді еркін ойламаған күн ертең не боларын ойламаған шарықтап кетсем дағы қанат қағып өзіңдей қамқор әке шарықтап кетсем дағы қанат қағып өзіңдей қамқор әке жан әке шертіп сезіп Жамбылдан Семейге дейін 5,5 тәулік жол жүрді. Ауылдан шығып көрмеген маған бәрі таңсық, бәрі қызық. Сол сапарды қазірдің өзінде таң ғажайып әлемге саяхаттай есім алам. Жүр, шай ішейік. Внимание всем встречающим. О, Семей. На первый путь прибыл поезд 111 Ташкент-Новосибирск. На первый путь прибыл поезд 111 Ташкент-Новосибирск. Нумерация вагонов начинается с головы состава. Жүр, кеттік. Сәлеметсіз. Никогда не бывал в нашем городе светло, над вечерней рекой не мечтал до зари, с друзьями ты не броди, по широким проспектам ты не видал, лучший город земли. Адамдарымен көлігі сапылысқан қала мені қайран қалдырды. Алғаш кірпіш нан мен стақандағы қаймақты көргенде таң қалғаным ай. Бәрі өзгеше, бәрі ерекше. Тіл үйретін, мороженыйын айтсаңшы. Қанша жесем де тоймайтын едім. Бірде қалада өзен барын білдім. Өзен болғанда қандай? Арналы ертіс өзені. Сөйтіп мен емін еркін еркелеп өскен айдыным мен қайта қауыштым. Че, скидываемся? Вот за меня. Давай. Как у тебя нога? Не сводит? Нормально. Че, заживет. Так, все скинулись? А то ты нападался. Ассалаумағалейкум аға. Қазақсыз ғой, түсінесіз ғой мені.
Иә. Мен де қатысайын деген ем. Міне. Ты че? Мыналармен қалай теңесесің сен? Давай. Аға, 2 күн болды. Шет жағасынан сіздің жарыстарыңызға қарап жүргеніме. Мен бұлардан озам. Қайдан келдің өзің, студентсің ба? Жоқ, оқуға түсуге келгем. Жамбылдамын. Жамбылдан? Иә. Оңтүстіктен болдың ғой. Сендерде ол жақта өзенде жоқ қой. Қалай жоқ ағай? Таласшы. Жарай. Все, харе базарить. Кто первый, тому банк. Кеттік па? Мына ғана қайтеді. Давай. Шаршап қалма, жарайсың бала. Қане. Кеш. Кесілің. Айналайын. Сен нағыз жігіт екенсің. Рахмет ағасы. Да повезло ему просто. Да, удивил. Бә, жақсылап тамақтан бол. Рахмет. Сау болыңыз ағасы. Жақсы. Ертең тағы да кел. Болды ағасы. Сайлау! Сайлау! Не болды? Міне! Ол не? Ақша ғой! Үтіп алдым. Тоқта. Азды көпті біздің бірінші табысымыз. 1-2 күн немесе тіпті 3 күнге де жетеді. Мына қайдан? Айттым ғой, жарыстан ұтып алдым. Қандай жарыс? Қайтесің, сосын айтам. Кеттік. Тоқта. Жүр онда. Мынадан басқа тұратын не іздейік? Жігітім-ау. Әйтпесе жерді жатып жамбасым тесілді. Мен сайлауды танудан қалдым. Ол қалаға тезақ бейімделіп кетті. Мен сияқты емес, аз да болса орысша біледі. Ал мен тіпті қай факультетке құжат тапсырғанымызды да білмедім. Сәлеметсіздер ме? Аманбыз ата, аманбыз. Сайлау. Ал. Сәттілік. Саған да. Төрт. Сен не үшін бірінші болып тапсырдың? Білмейтін билет тап болды. Бәрібір тапсыра алмас едім. Несіне уақыт құртам? Үйге қайтам. Қой, күте тұр. Асықпаш. Қара, егер де ертең екінші емтихан тапсыра алмай қалсам, үйге бірге қайтамыз. Тамақ жағын ойлама. Ақша болады. Қара, егер де бір күнде 3 рет жарысқа қатысам, бірден байып кетеміз. Уайымдама. Бәрі жақсы болады. Здрасте. Саламатсыз ба? Здравствуйте. Пирожки надо. Сколько? Нешеу жейміз? 2-2-ден? 3-3-тен? 4-тен де алсақ та болады. Мне 3? Угу. Он 3. Хорошо. Сколько стоит? Так, 24 копейки, пожалуйста. Сайлау.
Одан да мороженое алмадық па? Сен мынаны ұста. Тоқтай тұршы. Мороженое аламыз. Бірінші бізге тұратын үй іздеу керек. Пожалуйста. Сейчас минутку сдачу. Так, рубль. Пожалуйста. Чем? С ливером. Ет қой. Ну, глядите, ребятки. Проходите. Вот кровати есть, стол, утюг, что еще надо? Қалай, ұнады ма? Қонамыз ба? Мейлі. Хорошо. Ну, располагайтесь. Только деньги вперед. Угу. И порядочек тут, чистоту соблюдайте. Живите на здоровье. Рахмет. Спасибо. Мына бәрі істейді қой. Істемей ма? Мына істеп тұрды ғой. О! Жақ, қалай қорықпай жүздің? Су да мол өзен екен. Терең шығар. Батып кетсеңші, маған да ештеңе айтпадың. Жоқ болып кеттің. Білесің бе, Сайлау? Дүниеге келер алдында әрбір адам ананың құрсағында жатқанда тек қана кіндігі арқылы тыныстап жүзіп үйренеді екен. Сол ерісте жарысқанда да, құдыққа құлап түскенде де білмеймін, қорықпадым. Бір еркін сезім болды. Ананың құрсағында жатқандай. Ол құдықты еске алмашы. Сені білмеймін, өз басым. Оны ешқашан ұмытпайтын сияқтымын. Бірақ қалай ұмытасың? Өзі жалғыз құдық. Степановтарда. Біз оларға бақшаны суарамыз деп көмектесеміз деген едік қой. Жақсылық істейін деп. Өзің атыңа сайсың ғой сен. Жарайсың. Это корова, это молоко деп. Тақтай, не үйретпеді ол кісі. Таңғажайып құбылыстар, болар бала шағыңда, түс секілді әлде көре алдың ба? Сезермісің, қайда қарап тұрсың сен? Не күтеді алдыңнан, сәттілік пе, қайғы ма? Болашағың көрінбейді, бір сәт әлде бір сағат, жақын келіп тәттелес, баурап алар, тұмшалап. Қорқынышты ма? Аға, бұл жердің суы балдай. Тух, тісімді сақ еткізді ғой мынау. Не істейміз?
Саспа, кел мынаның бетін ашайық. Жақсылық! Амансыз ба, жақсылық? Жак, жақсылық! Жак! Жауап бер! Естіп тұрсың ба? Жак! Жак, қазір көмекке шақырам. Жақсылық, көмекке шақырдым. Бәрі келе жатыр. Шәкентай! Ваня, помогите! Живой! Так, пацан, держись здесь, я вытяну. Держись крепче, крепче, крепче. Давай. Помогай. Все, вытягивай уже. Нормально, все. Так. Все, бросай ведро. Давай. Все, нормально, все хорошо. Нормально, глаза не отдался. А куда вы смотрите? Куда вы? Вот почему? Крышка открыта. Это все крышка. Вот вы куда смотрите? Шағым-ау, Шәкен, шошып қалған жоқсың ба, жаным? Жоқ, шашқан жоқ. Жерің ауыртып алған жоқсың ба? Жоқ. Әже, маған балалардың дауысы естілді. Балалардың? Көп пе? Қандай дауыс? Олар маған қорықпа деп айтты. Содан соң қорыққан жоқпын. Олар періште ғой құлын. Сені қолдап қоршаған екен қойшы. Енді сені олар өмір бойы қолдап қоршап жүреді күнім. Сенің бауырларың ғой. Жақсылық? Сәлем алтын. Әше, жақсылық келді. Қалайсың? Осы уақытқа дейін қайда жүрсің, Қамыл? Сайлаумен неге келмедің? Әкемен оқуға түстім. Бізді облысқа практикаға жіберді. 70 сом таптым. Ол қайдан шыққан ақша тағы? Ауыл шаруашылық жұмысында сіз сияқты есепші болдым. Түскеніңді растайтын қағазың қайда? Оны артынан жібереміз деді. Соқ өтірікті. Қош келдің. Қош келдің. Ой, жақайым-ау, келдің бе, жаным? Келдім. Аман есен келдің. Алайын. Қатты сағындым сіздерді. Ой, жарығым, сағындым өзімде. Апа, менде сыйлықтар бар. Міне мынау. Сізге. Ой, қандай әдемі. Рахмет, айналайын-ау. Әдемі. Саған? Міне. Іздеп жүріп таптым. Маған? Саған. Сағат? Қалай? Жақсылық несіне өре болдың? Сосын мені қара. Алдың қалай ойлайсың? Әкеме ұнай ма? Әрине ұнайды. Себебі оны сен алдың.
Айналайын, құтты болсын. В случае неявки будет отчислен. Неявки деген не? Бұл семейден келген телеграмма ғой, әке. Ай. Не болды? Студент Жақсылық Үшкемпіров сабаққа неге келмей жүр? Егер тез арада сабаққа келмейтін болса, оқудан шығарамыз деп жазған. Әке, әже, демек біздің Жақсылық оқуға түсті. Иә, дәл солай. Асекем. Әке, біздің Жақсылықты тез арада оқуға жіберу керек. Считай. Жақсылық. Не болды? Саған сенші жаңалығым бар. Қандай? Барғаннан кейін білесің. Жүр, үйде барлығы сені күтіп отыр. Жүр. Тезірек. Алтын, айтшы енді. Алтын дейін. Айтқаныңыз келсін. О, Батима. Рахмет. Сенің оқуға түскенің рас болып шықты. Сені семейге оқуға шақырып жатыр. Өмірлі болайын, алайын. Апа. Ай, сен менен алыстап кететін болдың ғой енді, а? Оқу ғой, апа. Басында қашағы болады, Батима. Ойпай, ай. Мына отырсың, қызым. Қазір. Көкпей қойса шойылайын. Рахмет, айналайын, рахмет. Міне, алыңыз, ұстаңыз. Немересі оқуға түскенде. Рахмет. Алыңыздар, иә. Алды, қана. Алыңдар, айналайын, алып қойыңдар. Шөлде отырым, керемет болды ғой мұнау, ә? Я қызым, өткенің естелігін біраз жаңғырттық, талай сыр ақтарылды. Ой, мына жер қандай әдемі? Тұмса, табиғатқа не жетеді. Тек бағаламаймыз ғой соны. Әй, бәрін айт та бірін айт. Мына құрып кеткір шаңғы болмағанда, менің балуан болуым не ғай біледі. Олимпке өрлеу ме? Мінекей. Рахмет. Рахмет. Солай десе де болады. Рас па? Рас, балам. Рас. Хорошо. Давай, держи темп, догоняй. Одеваем лыжи, быстрее. Помоги ему, что ты смотришь? Мен өзім. Ногу закрепить надо. Вот застежка. Түсіндім. Давай вторую. Отстаем по времени. Вот так, отлично. Добавляй темп. Держим темп. Все, готово. На, хорошо, идем по времени. Болды ма? Көрейін. Все, давай. Біздің оңтүстікте мұндай қар қайда? Шаңғы дегенді көрген демеспіз.
Давай, давай, на повороте побыстрее. Вот клоун, тебе в цирке выступать надо. Так, забери у него лыжи, пока он не сломал. Сюда иди. Зачет не сдашь, к экзамену тебя не допустят. Иди в спортзал, латай маты. И научись на лыжах стоять. Мені оқудан шығармақ болды. Қайдағы бір ағашқа бола. Оған кім сенеді? Әке, мен айтам. Строимся. Побежали по кругу. Плечами работаем активнее, активнее. По парам на ковер. 3 пары на ковре, остальные вокруг. Работаем. На руках больше таскай. Хорошо. Поменялись. А как насчет борьбы? Что ты там так убиваешься? Вставай, иди на ковер. Хорошо. Ну-ка, сели все. Так, посмотри сюда, кто там? Сергей, пойди-ка, иди поборись с ним. Хорошо. Иди отдыхай. Так, кто? Подожди. Ты, Магомед, поборись с ним. Молодец. Хорошо. Да ты, я смотрю, самородок. Будешь выступать за институт. Зачет тебе обеспечен. Обещаю. Я увидел в нем характер. Пока еще совсем не слепленный. Но это мужик, душой и телом. Он никого не боялся. Он выходил и делал свое дело. И вот эта наглость его, она поражала не только спортсменов, которые в конце концов терялись. Она обрадовала меня. Ай, молодец! Поздравляю! Ну что, будем работать? Кәз, шыдай тұр. Sen tezirek жазыл.
О, ассалаумағалейкум, коллега. Уағалейкумассалам, чемпион. Сені бүкіл қала біледі, бүкіл облыс біледі. Жарайсың. Рахмет. Есіңізде ме? Кезінде маған сенбеген едіңіз. Батып кетеді деп қорықтыңыз. Әлбетте. Ол туралы жұрттың бәрін айтып мақтанып жүрем. Қазір ақша тапқысы келетіндер іздеп жүрсіз бе? Жоға. Сен іздеп арнайы осында келдім. Әлгі балық сияқты суға тартылып тұратыныңды білем ғой. Оныңыз рас. Көп келмей кетсем, кәдімгідей суды аңсаймын. Жақсы. Дандасып кетпексің. Оның жақсы. Менде бір ой бар. Мен бұрын әлгі газетші болып істегем ғой. Қазір осында күзетші болып орналастым. Түнде отырып жазам. Сен жайлы. Мен жайлы? Енді сен ғана емес, жалпы сен сияқтылар туралы. Әлгі сен өзің бұлай білмейтін де шығарсың. Мүлдем бөлек адамсың. Жаның таза. Көзіңде бір ұшқын бар. Әрине мен сәуегей емеспін. Бірақ сенің болашағыңа сенем. Рахмет ағасы. Енді дұрыстап танысып қояйық. Менің атым негізі Көл емес. Құдай берген. Мәжитов. Қуаныштымын. Сонда шынымен мен жайлы жазасыз ба, ағай? Жазам. Егерде бұдан да былай қазақтың атын шығарып, абыройын асқақтататын болсаң, жазам. Шынымды айтсам, сен мені қайта ояттың. Ендігі бәрінен түңіліп те қойып ем. Олар мені диссидент те қылды. Жарайды, қойшы соны. Кейін бір жақсылап айтып берем ғой. Рахмет саған. Жақсы. Сау болыңыз. Сау бол. Внимательнее, аккуратнее жать. Сам работай первым номером. Не давай ему расслабляться. Молодец! Вот так! Хорошо! Хорошо! Держать! Держать до конца! Сол кезде неге екенін білмеймін. Оны сыртынан бақылағанды ұнататынмын. Ол маған сондай бір қорғансыз, кішкентай болып көрінетін. Сосын ешкімге дес бермей жеңіп шығатынына қуанатынмын. Маған ылғи қарсыластар жеңіп кететіндей көрініп тұратын. Ендіше бәрі шеттерінен өздеріне өздері сенімді, мығым, және шеттерінен чемпион. Атаңның қасында әрқайсысы бір-бір батыр сияқты көрінетін. Джамбул. Кто заказывал джамбул? Пройдите во вторую кабинку. Алло? Сәлем, Алтын. Қалайсың, қарындасым? Менде бәрі жақсы. Иә. Мен жеңдім. Алтын, уақытты қыз. Трубканы әкеге берші, тезірек. Алло? Ұлыңыз республика чемпионы атанды. Сенбейтініңізді білгенем. Радионы тыңдаңыз. Немесе телевизорда. Телевизордан беру керек, е. Сосын әке. Әке,
Алло. Ваше время истекло. Содан соң, оған махаббатыңыз оянды ғой? Қой, оның не? Сендерге бәрі оп-оңай. Бірден сүйдім күйдім деп шыға келесіңдер. Ал мен қазақ болған соң жерлесім үшін қуандым. Басқалар сияқты мен де оны мақтан тұттым. Сол кезде не айтқанымыз есімде жоқ қой енді. Әйтеуір әңгімесін айтатын, өлеңін оқитын. Әдемі екен, иә? Күлпан, саған бір өз сүйікті өлеңімді оқып берсем. Оқи ғой. Тыңда. Көтерілмей жүргенде еңсем менің, армандадым біреуді көрсем дедім. Бір маған алыстан қолын созған қамқоршым. Сол сен бедің. Балдабай, Саламалейкум. не істеп жүрсіңдер? Жақсылық. Керек емес. Қойшы жақсылық. Не болды? Чемпион жүрші сөйлесіп өтейік. Жақсылық. Тұра тұр. Балтабай, жақсылық. Қойыңдар. Жібер мені. Балтабай. Сол кезде мен оған қатты сүйсіндім. Атаң керемет әдемі төбелескен. Тура арыстандай алысты. Все вопросы главному тренеру сборной Казахстана. Он против участия в Шкемпирова в чемпионате СССР. Но ведь он выиграл чемпионат республики и имеет полное право. Он молодой, неопытный. Так Абике сказал. Не вы один за него просили. Не поверил он в его победу. Случайность говорит. А там будут участвовать сильные, опытные. Если Жак проиграть, опозоримся, говорю. А жақсылық жеңер еді. Осындай. Тегі бар. В общем, ты не едешь. Жак! Жак! Что сидим? Вперед работай! Бірінші рет аяқтан шалу дегеннің болатынын білдім. Сөйтіп, өзімнің еркін күресімен қош айтыстым. Классикаға көштім. 74-ші жылы оқуды бітірдім де Алматыға жаңа жаттықтырушы Вадим Александрович Писаревтің қарамағына тартып кеттім. Сол кезде спортта Рязанцевтің, Назаренкінің, Быковтың, Карамулиннің аттары дүркіреп тұрған. Соларды өз көзіммен көрдім. Оларға еліктедім. Вадим Александровичтің арқасында өсе бастадым. Ол мен үшін жылына 1100 сағат жаттығудан тұратын арнайы бағдарлама болды. Тер төгуге тура келді. Жақсылық, жақсылық. Жақсылық. Спасибо. Інім-ау, әбден жүдеп кетіпсің ғой сен. Жоқ, бәрі дұрыс. Мен сенің сүйікті тағамдарыңды алып келдім. Алтын қажет емес еді ғой. Отырып тойып ал міндетті түрде. Несі бар? Жарайды, әкел. Жігіттерге апарайын. Я. Олар қазыны жақсы көреді. Өзің де жеп ал. Барлығы дұрыс қой. Дұрыс бәрі.
Мен тезірек барайын. Былай тұрғанымызды жаттықтырушы көріп қойса, құрамадан шығарып жібереді. Жақсы. Сау бол, байқап жүр. Сен де өзіңді күт. Аха. Қалаға жеткенде маған міндетті түрде хабарлас. Жарайды, хабарласам. Вот, масло. Хорошо, что соревнования не завтра. Вес еще успеем сбросить. И вообще я читал, что если вкусно кушать, то оно и усваивается быстрее. А то, что невкусно, откладывается про запас на долгое пищеварение и откладывается потом в виде лишней прибавки. Ага, в виде жировой прослойки. Ну да. Но вы не слишком не увлекайтесь, а то потом я буду виноват. И снова мы на арене Дворца спорта имени 50-летия октября. Долгожданный финал. На ковре бронзовый призер чемпионата СССР Жаксылык Ушкемпиров и призер чемпионата Европы Владимир Нецветаев. Мы, конечно же, все болеем за нашего земляка. И с первых же минут поединка Владимир в атаке. Вот он провел очередной прием и зарабатывает 1 балл. За ним следует накат, и Нецветаев зарабатывает еще 1 балл. Нецветаев пытается провести еще один накат, но Ушкемпиров сопротивляется. Судья поднимает борцов из портера в стойку, свисток. Пока счет не в нашу пользу. Жаксылыку срочно надо набирать очки. И вот он переводит соперника в портер и зарабатывает 1 балл. За ним следует накат. Есть 2 балла! Бери плотнее! Итак, счет сравнялся. 2-2. Идет тактическая борьба. Вязка рук. Бросок через бедро. Ушкемпиров держит своего соперника в опасном положении и кладет его на лопатки. Туше! Чистая победа, друзья! Это чистая победа! И это билет на Олимпиаду в Монреаль! Мы все поздравляем Жаксылыка с этой достойной победой. Кілем үстінде кезекті жеңіске жеткеніммен өзіме беймәлім басқа айқаста жеңіліс таптым. Неге дейсің? Басшылық менің орныма Монреалға менен жеңілген Алексей Шумаковты жіберді. Ол Европа чемпион атанды. В общем, ты не едешь. Маңға бірінге деңгіп тұрма. Иди в спортзал. Мотай бак. Сол жағдай кейін қанша рет қайталанды десеңші. Уақыт өтіп жатты. Мен есейе бердім. Барған сайын салмағымды ұстау да қиынға айналды. Үнемі аш құрсақ жүретін. Соның бәрі не үшін? Егер лайықты қарсыласың болмаса, қайда олар Европа, әлем чемпиондары? Солармен белдесу мен үшін арман болды. Да ты мне вот так нужен, позарез. Квартиру в Киеве дадим без разговоров. Машину. Зарплату приличную сразу положим. А главное, будешь выступать на всех крупнейших турнирах. Даже не знаю, что сказать. Я тебя еще в Киеве заприметил, когда ты у нас на турнире первое место взял. А теперь вот. Считай, чемпион СССР. Несомненно, это большой рост. Взять золото на спартакиаде – это потрудней, чем в Европе стать чемпионом. Но надо же дальше расти. Сөзінің жаны бар.
бәйгеге түспеген арғымақ бабынан айырылады. Ақыры ой түйдім. Неге байқап көрмеске? Өмір күрес, мықтылармен күш сынасып көрейін. Бір уақытта ауылдан Қабыш аға келді. О, балам. Аға. Бергейші. Мынаған қараш. Сен кімге ұқсайсың? Әжемнің баласы әжеме ұқсаймын? Сен дұрыстап, анықтап қараш. Қай ұлтқа ұқсайсың? Қазақпын. Міне, дәп осында. Қазақсың. Ал Украинада атаңның бас бар ма? Сен оларға жеңіс әперу үшін ғана керексің. Сен ол елге сіңбейсің, сіңірмей. Ертең күшің сарқанда, қоқысқа лақтырғандай лақтырып тастай. Сонда не істемексің? Мәскеу қабылдамай. Сонда өз еліңе қай бетіңмен қайтпақсың? Соны ойладың? Біреу үстіме мұздай су құйып жібергендей болды. Расау, сосы мен кімге керекпін? Осындай ой үстінде шешем түсіме кірді. Мен кеткеннен кейін ұзамай ол кісі қайтыс болған. Қайтқанына сенбей, сол кезде қатты жылаған едім. Алыс сапарға шыққан жолаушыны қашанда сынақ күтеді. Сенің өміріңде де сондай сынақтар болады. Сен біздің жалғызымыз болғанмен, енді қалғыңдыкісің. Біз сені қалғыңа тапсырдық. Қашанда ұстамды, сабырлы, шыдамды бол. Сонда ғана жеңіске жетесің, құлыным. Самое ценное в нем качество – это то, как он быстро восстанавливал силы и побеждал соперника именно выносливостью. И еще он как репей вцепится в соперника. Не скинешь так просто. Всего измотает. И уже тогда применяет свой коронный прием – бычок. Однако... Ты что, совсем очумел? Опять закурил. Столько лет терпел и все коту под хвост. Давай, поезжай. Выскажи все им, чем так мучиться. Вадим Александрович, Виктор Иванович просил... Жексел Кушкемпиров в лучшей форме за карьеру. Он выиграл чемпионат СССР
Был вторым на Европе. Выиграл все контрольные схватки. Товарищи, подождите нас в приемной. Да, ему уже 29. Но он на самом деле молод духом. 100 очков даст любому. Кандидатуру Ушкемпирова, дорогой мой, мы оставляем на рассмотрение спорткомитета. Вы понимаете, что это дискриминация по национальному признаку? Если казах, значит, не может бороться? Рамиль, неменеге бастадың мынаны? Ертең білесің ғой, БАМға барамыз. БАМнан келгеннен кейін мен саған көмектесемін. Жаттығуға келмей жүрсің не үшін? Не болып қалды? Қайда барам мен? Жұмысты бастағаным жаңа ғана. Ал шын айтсам, ешқайда барғым келмейді. Бармаймын да. Біз спортшы емеспіз бе? Онда несіне барамыз? Бұл жаттығу емес. Бұл спорттық насихат. Бұған қатаң қарайтын өзің жақсы білесің. Жақсылық. Сонда біз не? Олардың айтқанымен жүріп тұратын мақұлықпыз ба? БАМға бару керек болса бізді жібереді, ал Европаға атасының басы жібереді. Сонда да жұмған аузымызды ашпаймыз. Саған да шыдамды жак деп ат қойып қойған. Ал сен болсаң соған мәзсің. Күліп қойып жүре бересің. Тек мына біз сыртқы құрам ғана бұл жұма есімнің құнын жақсы білеміз. Рамиль, тыңда. Барлығы БАМ туралы айтады. Леонид Ильичтің өзі 21 ғасырдың ұлы құрылысы деп атаған, түсінесің бе? Бізді онда тектен-текке апаратқан жоқ. Бұл жерде саяси ағым бар. Яғни бүкіл кәсіподақты біз қолдауымыз қажет. Ертең қатаң сөгіс болатын болса, сені де мені де комсомолдан шығарып жібереді, түсінесің бе? Кеттік. Жақсылық. Біз спортшымыз тек өзіміздің республикамызда, түсінесің бе? Одан ары қарай бізге жол жоқ. Осыны әлі күнге дейін түсінбедің бе? Шетелге біріншіден славян бауырларды апарады. Одан кейін Кавказдарды. Ал біз Орта Азия мен Қазақстан ең шеттеміз, түсінесің бе? Соған менің жыным келеді. Біз оларға СССР халықтар достығы деген ұраншы ғана қажетпіз. Рамиль, ақырын мұнда сөз тасушылар бар екен білесің, ақырын деймін саған. Жақсылық. Осы мен саған таң қалам. Сен осының барлығын жақсы білесің. Ешкімнен қорықпайсың басқалары сияқты. Бірақ үндемейсің. Не үшін? Әйтеуір бірдеңе күтесің де үміттенесің. Шаршамадың ба? Білесің бе, мен шаршадым. Тойдым әбден. Барғың келсе өзің бара бер, мен ешқайда да бармайым. Рамиль, физкульт, привет! Сөйтіп ол бармай қалды. Өзіңіз бардыңыз ба сол айтқан БАМға? Бардым. Бармауға шараң жоқ. О кезде комсомол партия деген болған. Аш алақанында жұмса жұдырығын ұстады. Елді. Спорткомитет қатты жазалады. Әуелі құрамадан шығарды.
Содан кейін спорттан кетірді. Біреуге бәрі жабылып жүріп, түбіне жетті. Байқұс жігіттің. Оны журналистер тоқырау заманының символы ретінде ешқайда апармайтын жол деп кеткен. Рамилдің де жолы тұйыққа тірелді. Таусылды. Қандай талантты жігіт еді. О балақ. Оған не болды? Өзіне қол салды. Оның достары, сіздер, қайда болдыңыздар? Мәскеу Олимпиадасына әзірлік жүріп жатқан. Мен СССР құрамасына енгем. Бірақ Ұзынқұлақтан жаңадан келген грузиялық жас спортшыны кілемге шығаруға дайындап жатқандарын естідім. Жерлестері оған жанын салып көмектесуде. Все в порядке. Жак. Все нормально. Но мы прорвались. Ты сам понимаешь, 20 дней надо поработать. Давай на весы. Мы отстояли Жексылыка. Но теперь я боялся другого. Столько лет ждать. Не перегорел ли он? Ждать хуже всего. И потом, что скрывать, расслабился в ожидании, отяжелел. А времени на подготовку 20 дней. А тут еще наши партийные боссы. Подготовка шла под огромным прессингом руководства страны. Взвинтили нервы до предела. Выиграть любой ценой. Товарищи, я объявляю Олимпийские игры 1980 года, знаменующие 22-ю Олимпиаду современной эры, открытыми. Маған 13-ші нөмір дейді. Қарсыласым Константин Александров. Жауырыны жерге тиіп көрмеген чемпион. Бұдан өткен сорақылық болмас. Біткен жерім осы. Там Жак остался. Что, звание его испугался? Ну да, Константин не проигрывает уже 3 года подряд. Двукратный чемпион мира, 5-кратный чемпион Европы. Бірінші жекпе-жектен кейін ақ ұтылып қалатын болсам, несіне келдім мұнда? И что? Ты же борец. Ты же мечтал участвовать в Олимпиаде. Я же за тебя боролся. Жолым болмай-ақ қойды ау. Или все наши усилия потрачены зря? Ну-ка, соберись.
за границей. Поговори с ним. Ему сейчас тяжело. Ты не знаешь, как я рад за тебя. Классный жребий. Выиграешь чемпиона, считая золото у тебя в кармане. Это же, по сути, финальный поединок. Победишь сейчас, с остальными будет куда легче. Всегда верил в тебя. На ковер выходит Жаксылык Ушкемпиров, представляющий Советский Союз. Ветеран борьбы, но это его первая Олимпиада. И так распорядился жребий, что предстоит схватка с сильнейшим борцом Константином Александру из Румынии. Константин Александру фаворит, и практически все ставки только на него. Слышишь? Все болеют за тебя. Вот он перед тобой, чемпион. Выиграешь, ты чемпион. Другого не дано, это твой шанс. Он тебя не знает, держит за слабака. Атакуй, ошеломи его. И помни, нам нужна только победа. Победа, слышишь? Вперед! Итак, нас ждет интереснейшая схватка. Начался первый период, и многообещающе начинается атака Жаксылыка Ушкемпирова. Жаксылык произвел захват руки и перевел соперника в партер, забрал свой первый балл. Сразу пытается произвести следующий прием, накат, но соперник довольно опытный, яростно сопротивляется. Судья поднимает борцов в стойку, счет 1-0. Жаксылык решительно атакует, так сказать, на свежака. И снова удается перевести в партер, счет 2-0. Жаксылык пытается раскачать соперника вправо-влево. В какую же сторону он будет производить накат? Константин демонстрирует отличную защиту. Свисток. Судья поднимает стойку. Идет последняя минута первого периода. И Константин немного прибавил в атаке. Попытка захвата руки. Упорная борьба. Время. Счет 2-0 в пользу Жаксылыка Ушкемпирова. Итак, позади первый период. Константину надо отыгрываться. Начинается второй период. И Константин с первых же минут пошел в атаку. Посмотрите, как он двигается. Константин полон сил. Жаксылыку приходится защищаться. Отличная контратака. Удается произвести бросок через плечо. С захватом руки. Кочерга. Такой бросок оценивается в 3 балла. Тут же пытается удержать соперника на мост. Константин выворачивается, уходит с моста. Активная защита в партере со стороны румынского борца. Румынские болельщики кричат в стойку. Счет 5-0. Судья поднимает борцов. Видно, Жаксылык подустал, но молодец, озадачил чемпиона. Время работать на нашего спортсмена. Константин спешит, идет в атаку. Жаксылык всеми силами сбивает нарастающий темп румына, вяжет руку, сковывает действия соперника. Свисток. Второй период за советским борцом. Третий решающий период. Ну, Жаксылык, не подкачай. Еще целых 3 минуты схватки с чемпионом. Вот переводит в партер нашего борца и зарабатывает свой первый балл Константин Александру. 5-1. Несмотря на усталость, Жаксылык демонстрирует хорошую защиту. Судья поднимает в стойку. Жаксылык ушел в глухую оборону. Видимо, такова установка тренера — удержать счет. Остается 1,5 минуты до окончания встречи. Да, чтобы победить в этой схватке, Константину Александру необходимо активно набирать очки. Но Жаксылык сопротивляется. Румыну снова удается нырком под правую руку перевести советского борца в партер. 5-2. Константин пытается провести прием. Свисток. Пошла последняя минута. Константин сразу же пытается забрать руку, перевести соперника в партер. Жаксылык падает. Схватился за колено. Похоже, старая травма. Возможно, мениск. Сможет ли он продолжать бой?
Сейчас посмотрю. Подождем заключения врачей и тренера. Ну что, Травма серьезная. Жак, ты как? Нормально, буду бороться. Он сможет продолжать? Да, но... Хорошо. Пройдите в свой угол. И заключение таково, что Жаксылык продолжит поединок. Он поднимается, прихрамывает, сколько сил и воли. А ведь это шанс для румынского борца одержать победу, буквально вырвать ее из рук. Румын активно атакует. Несмотря на травму, переводит румына в партер. Счет 6-2. Так держать, еще целых 30 секунд. Судья требует от Жаксылыка активных действий, не дожидается и поднимает спортсмена в стойку. Центр, Ред. Счет 6-2, идет время к финалу. И задача Жаксылыка не дать возможности Константину произвести прием. Идет так называемая вязка рук. Жаксылык двумя руками висит на Константине, сковывает ему руки. Тактика глухой защиты. В любую минуту колено может подвести. Держись, Жаксылык, держись! Скандирует публика. И вся страна переживает за нашего спортсмена. Он сковывает ему руки, не дает Константину провести прием. Свисток! Звучит свисток и победа! Победа! Вот так наш спортсмен в первом же поединке сразил румынского действующего чемпиона. Первая Олимпиада в списке Жаксылыка и его первая победа. Аплодисменты, скандирование публики и поздравления от тренера. Жақсылап демал бол, Жак. Жақсылап демал. Қалайсыңдар? Міне батыр. Министрлік кеңестің төрағасы келе жатыр. Тұр. Приветствую. Идет официальная делегация. Вы можете попросить их? Ребят, на 5 минут. Эй, батыр. Тұр. О, жақсылық бауырым. Жеңіс құтты болсын. Ең мықты палуанды жеңдің. Құттықтаймын. Рахмет аға. Алтын ала аласың ба? Өлсем де жеңем. Саған күш қуат беру үшін, көмектесу үшін не керек? Бәрін тауып береміз. Айтқаныңда. Қалағаның бәрін бе? Қалағаның бәрін орындаймыз. Олар мені мәшине пәтер сұрайма деп қорқып кетті. Бірақ оның бәрі құр сөз екенін білем ғой. Шіркін бір жұтым қымыз болса. Ал жігіттер, естідіңдер ме? Болады қымыз. Ой, мынаны қараңызшы, тура жаңадан туғандай. Иә, ойнақшып тұр. Демек жазылайын дегені. Меня всегда удивляло его олимпийское спокойствие. Но когда он заснул, в раздевалке баскетболистов, и мы едва не опоздали, пока нашли его, я был взбешен. Это же финал. Решается твоя судьба, судьба всей страны. Как можно быть таким безмятежным? Валер, дай я разомнусь. В наши дома ворвались торжественные олимпийские пожарные. Итак, добрый утро, мужественные.
Че встали-то? Ну-ка сели быстро. Активней, активней. Итак, финальный поединок. Финальный бой. И на ковре Жаксылык Ушкемпиров, Советский Союз и Павел... Имя нашего спортсмена кричат Жаксылык. Явно он им запомнился после своего поединка с фаворитом Олимпийских игр. Напомню, что весовая категория до 48 килограммов. Говорят, серебро у Жаксылыка уже в кармане, но в спорте этого недостаточно. Нам нужна только победа, только золото. Борцы традиционно приветствуют друг друга. Судьи сообщают о готовности, и бой начался. Жаксылык настроен решительно. Явно воспрянул духом после своего победного боя с Константином Александру. Болгарин явно не ожидал такого напора. Жаксылык открыто идет в бой. Жаксылык ловко проводит бросок так называемой вертушкой и сразу же повел в счете 3-0. Соперник в опасном положении, но Павел уходит с моста. Жаксылык продолжает атаковать в партере. Jаксылык упорно атакует, и ему удается накат. Он зарабатывает еще 2 балла. Счет 5-0. Да, первый период для Жаксылыка складывается отлично. Свисток. Борцы поднимаются в стойку. В зале царит чудовищное напряжение. Идет вязка рук. Болгарин активно пробивает снизу руки Жаксылыку. Остается чуть меньше 10 секунд до конца первого периода. Счет по-прежнему 5-0. Свисток. Окончен первый период, и Павел Христов явно недоволен. Счет 5-0 в пользу Жаксылыка Ушкемпирова. Руки. Дыши, дыши. Итак, второй период. Павел сразу идет в наступление. Но Жаксылык в привычной манере забирает одну руку соперника и сковывает его действия. Сильнее! Сильнее! Все, дыши! Упорная борьба. Христов продолжает атаковать, но наш борец не дает ему ни единой возможности. И Жаксылык ловит болгарина на контратаке, проводит бросок через бедро. 3 балла. Молодец. По инерции болгарин переворачивает Жаксылыка. Хорошо, теперь отдохни. Таким образом, болгарский борец оказывается в удобном положении. Сразу проводит накат, еще 2 балла. Счет 8-4. Атака продолжается. Павел Христов неумолим. Продолжает атаку. И сбивает Жаксылыка в партер. Еще 1 балл. Счет уже 8-5. Следом проводит накат. Еще 2 балла. Павел стремительно набирает очки. Счет уже 8-7. Только за второй период Павел набрал 7 очков. Второй период явно за болгарским борцом. Идет последняя минута второго периода. И страсти в зале накаляются. Тут можно похвалить Павла Христова. Он оказался достойным соперником. Давай, давай, тушься! Соберись, соберись. У тебя все получится. Соберись. Итак, третий период. Борцы идут к центру ковра.
Закончились короткие 30 секунд передышки, и начинается упорная, равная борьба. Жаксылык продолжает свою тактику вязка рук. И сбивает соперника в партер. Счет 9-7. Вырывается немного вперед. Неимоверными усилиями удается произвести накат. Болгарин не сдается. Звучит свисток. Борцы поднимаются и вновь вступают в схватку. Да, золото так просто не дается. Буквально по одному баллу отрывается Жаксылык от своего соперника. И Павлу удается заработать 1 балл переводом в партер. Счет 11-8. Времени мало, нужно выигрывать. Вся страна смотрит и болеет за тебя, Жаксылык Ушкемпиров. Жаксылык захватывает руку. Последние секунды периода. Собрав все силы, пытается вытолкнуть болгарина за ковер. Словно битва титанов. Вот она, вся прелесть классической греко-римской борьбы. И ему удается, тем самым он зарабатывает необходимый ему 1 балл. 12-8, счет в пользу Жаксылыка Ушкемпирова. Нужно удержать победу. Идут последние секунды финального боя Олимпийских игр. Ай, молодец, поздравляю, мальчишка. Все, победа! Жаксылык Ушкемпиров олимпийский чемпион. В этот победный час для всей нашей страны у Жаксылыка Ушкемпирова родился сын. Какой подарок чемпиону! Композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов посвятили песню чемпиону и предложили назвать сына Михаилом в честь талисмана Московской Олимпиады. Сен халықтың азаматысың. Біз өзі ақын айтқандай, мың өліп, мың тірілген халықпыз. Бірақ сенде басыңа небір қиыншылық түскен күндерде де жасымай қасқайып қарсы алдың. Ақыр әйтеуір Құдайдың бір қалаған сәтінде бар күш-жігеріңді салып жеңіске жеттің. Бұл біздің халықтың жеңісі. Қазақ екенін айтпады ма? Советтің қызыл туын желбіреткенше, Алаштың ақ туын көтерсе, арман болмас еді. Құдай берген жарады, уәдесінде тұрды. Мен жайлы тұтас кітап жазып шықты. Адам нанғысыз.
иесіз. Сіз тағдырдың жаныңызға батырған бір талай тікенектеріне төтеп бердіңіз. Сондықтан біз сізге өз Оскарымызды сыйлағымыз келіп тұр. Жеңіс, Маржан, Ботам, рахмет сендерге. Бәрі жақсы. Иә, ұнағаны соншалықты қойып үшінші рет қарап отыр. Ал жануарым, туған жердің жусан исіне қанып, тынығып ал. Гүлденген дала сияқты сенің жаңа өмірің басталады. Ей, сен неге қарайсың маған? Далаға қара. Айттым ғой. Қанығып ал деп. Сен әлі жарысқа қатысасың. Сенің орның бәйгі. Менің өмірім сияқты. Бәйгі. Мен бейне бір томағасы алынбаған сұңқар секілдедім. Қос қанатымның күштілігін бағандап, қия биіктерге еркін самғай алмадым. Ақыры сол аңсаған күн туды. Тағдырыммен тайталаса жүріп, жеңіс туын желбіреттім. Мен үшін бұл жеңіс бұғаудан босап, еркін самғаған мерейлі шақ. Жеңістің дәмін татқан жан оны қашан да аңсап тұрады екен.